Менің есімім Ақжарқын. Мен 2007 жылы қаладағы іргелі оқу орындарының біріне грантқа оқуға түстім. Өзім ауылдың қызымын. Қалада ешбір жақын туысым жоқ. Тек қаланың ең шетінде жаңадан там салып жатқан алыс құдашамыз тұрады. Әке-шешем 60-тан асқан кісілер. Мені сол колледждің жатақханасына орналастырды. Менімен бірге Жарас деген туған ағам да осы қаладағы институтқа оқуға түсті. Оны Ербала ғой деп квартираға жатқызды. Жарас маған сенбі сайын соғып жағдайымды біліп тұратын. Кейде жаңағы құдашаның үйіне барып қонып келеміз. 2 айда бір рет ауылға барып қайтамыз. Мен көпшілікке үйренсе қоймайтын, тұйықтау боп өскесін, жатақханадағы өмір онша ұнамады. Бөлмеде 4 қыз жаттық. Біреуі Жайна, 4-ші курс студенті, мінезі ашық, тесіл табысқыш. Екінші Сезім, 2-ші курс студенті, өте сұлу, колледждің бетке ұстар әншісі, музыка бөлімінде оқыды. 3-шісі Манар, бойы ұзын, қара торы, еркек жора келген, дарақылам қылған қыз. Манар екеуміз 1-ші курспыз, бірақ әртүрлі мамандықта оқимыз. Жатақханада сағат 10-нан кейін сыртта жүруге болмайды, демалу керек. Мен кейде сабақ оқығым келіп, жарықты жақсам, басқалары ұйықтап жатқасын өшір дейтін. Тамақ істесек те, өзіміз жейін десек, басқа бөлмедегі таныстарын шақырып алатыны маған ұнамайтын. Телефонның енді шығып жатқан кездері мен деген адамдар ғана ұстайтын. Күнде кешке Қазақ Телекомға барып 20 теңге беріп, ауылдағы үй телефонына звондап, 5 минут сөйлесіп келіп жүремін. Әр сөйлескен сайын анам жағдайымды сұраса, жатақхана ұнамайды, жатқым келмейді деп жүрдім. Бірақ анам, енді қайда жатасың? Пәтерге шықсаң бұзыласың. Әрі оған ай сайын пәтер ақы тауып беруде қиын. Үйде шеттей бала-шаға, өз стипендияңды жеткіз деп ақылын айта беретін. Стипендия ол кезде 6500 теңге болды. Соның 5000 теңгесіне пайдаланылған простой Samsung алдым. Мәзбін енді. Ол құрғырдың ішінде фотоаппарат пен радио да жоқ. Сөйлесіп, SMS жазғаныма да шүкір деймін. Солай 1-ші семестрде желтоқсан аяғында аяқталды. Осы 4 ай ішінде өзім сияқты тыныш жүретін басқа бөлмедегі қыздармен танысып үлгердім. Кейде әңгіме дүкен құрамыз. Фариза деген қыз айтты. Осы жатақхананы тазалау біздің кезек болған түні баспалдақ сүртіп жүріп, жоғарғы 3-ші қабаттан тартылып жатқан пианино дауысын естіттім деді. Қойш деп біз таңғалдық. Себебі біз 2-ші қабатта жататынбыз. 3-ші қабат музыкалық кафедра болатын. Түнде ол жақ әрине құлыптаулы болады. Тағы бір қыз Айжан айтты. Түнде әжетханадан жылаған баланың дауысы шығады екен деп. Бұның бәрін әрине жай әңгіме деп қарадық. Ұмытылып та кетті. Содан демалыс алып ауылға кетіп рахаттанып демалдық. Сабақ басталардан бір күн бұрын жатақханаға амалсыз келдім. Жатақханада бұрынғыша топырлаған адам жоқ. Ертең келеді бәрі. Біздің қабатта жалпы 7-8 студент қана келген. Бөлмеде алыстан келген Жайна екеуміз ауылдан әкелген тәттілерді алып, жақсылап шай іштік те түнгі ұйқыға жаттық. Ол жоғарғы жақта, мен қарама-қарсы төменгі жақта жатырмын. Ұйықтасам, бетіме көрпемді жабатын әдетім. Қатты ұйқыға кеткен екем, бетімдегі көрпенің үстінен біреу басып, мені тұншықтырып жатқан кезде оянып, зорға көрпені ашып жібердім. Ешкім жоқ. Бөлме қараңғы. Кроваттың астына қарадым. Ешкім жоқ. Жайна да ұйықтап жатыр. Қайтадан жүрегім өрекпіп, орныма жаттым да ұйықтап кеттім. Барлығы сол түннен басталды. Ертеңіне басқа қыздар да келіп, орта толды. Мен таңертең сабағыма кеттім. Түндегі жағдай мүлде есте жоқ. Кешке сабақтан келіп, бәріміз тамақ шай ішіп, сабақ оқып жатып қалдық. Түнде шырт ұйқымнан бір белгісіз күш оятып жіберді. Сағатты қарасам 3 екен. Қайтадан ұйықтайын дегенмен көзім ілінбеді. Ұйқы шайдай ашылып кеткен. Елегізіп көрпемді тарс бүркендім. Бір кезде коридордың сол жақтағы әжетхана жағынан іңгәлап жылаған сәбидің даусы құлағыма келді. Анық сәбидің даусы. Құлағымды екі қолмен жауып алсам да кетер емес. Жанымдағы қыздарды оятайын десем, үнім шықпайды. Денем де қимылсыз қатып қалған. Үнсіз жылап жата бердім.
Коридорға біреулер шықса екен, жүрсе екен, тезірек таң атса екен деп тіледім. Бір кезде жаңағы дауыс кетті. Артынша мешіт азан шақырды. Уақытқа қарасам, таңғы 5 екен. Содан кейін ұйықтап кетіппін. Осылай бір апта бойы қайталана берді. Бір қызығы, азанда оянсам, түнгі жағдай мүлде есімде қалмайтын. Құдды түс сияқты. Түнгі ұйқым бұзылып, азанда оянбай, 10:30-дарда оянып, сабақтан қалып, не кешігіп баратын болдым. Неге өзгеріп кеттің? Деп старысты Жанар ұрсып еді, есіме түсіп кетті. Түнде баланың жылаған даусы естіледі деп айттым. Жатақханадағы араласатын құрбыларымның бірі Гүлназға жылап айтып ем, ол менімен қосылып жылады. Өзі көзілдірікті, жүрегі әлсіз, даусы да әлсіреп шығатын қыз еді. Мен дауыс естіліп жатса, естімейін деп базарға барып, 250 теңгеге құлаққабы бар радио сатып алдым. Соны тыңдап жатып, түнде ұйықтап кетіппін. Құлағыма естіліп жатқан дауыстан оянып кеттім. Қарасам, құлаққаптан шығып жатқан ән екен. Ой, деп қайтадан құлағыма тығып қойдым. Сәлден кейін әннің үстін баса, жылаған баланың үні естілді. Тек жылаған дауыс емес, әйелдердің де даусы қосылды. Мен музыканың даусын қанша көбейтсем де, әйелдердің даусы оны басып кетті. Қорыққаннан жыладым. Әлгі әйелдер сол жақ коридордан көйлектері желбіреп жүгіріп келе жатыр. Коридорда әлсіз жарық болатын, есіктің құлып салатын тесігінен сол жарық сығалап көрінетін. Сол тесікке қарап жаттым. Жаңағы әйелдердің туфлинің тықылдаған даусы жақындап келеді. Есіктің тесігінен олардың жүгіріп өткен көлеңкесін көрдім. Жүрек зу етті. Тез азан шақырса екен деп тілеп жаттым. Бала болғасын тек бісмілләдан басқа білмейді екенмін. Бісміллә десем де қояр емес. Солай таңғы 5-те олар кетті. Ертесіне азанда Гүлназ бөлмеге келіп тұр. Қасында анасы бар. Маған келіп жылап, Ақмаржан, бұл жерде қалма, кет. Мен де түнде баланың жылаған дауысын естідім. Мамаға звондап жыладым. Түнімен жол жүріп, осы келіп тұр. Мені квартираға ауыстырады деп, маған кет деп қайталаумен өзі жүктерін жинап, шығып кетті. Мен де түнгі жағдайды есіме алып, анама хабарласып, квартираға көшейін, елестердің дауысын естіп жүрмін деп ем. Онша сеніңкіремеді. Сол жерде жат, ешқайда кетпейсің деді. Мені түсінбегеніне қатты өкпелеп жыладым. Барар жерім жоқ. Күнде кешке қасымдағы қыздардың қасына кроватымды сүйреп, бүгін сенің қасыңа жатайыншы деп жүрем. Түнде сол қайталанған дауыстарды естісем, жанымда жатқан жайнаны, сезімді, не манарды құшақтап алам. Оятып сұрайым, естілді ма саған десем, түнгі ұйқысын бөлгенін кім жақсы көрсін? Жоқ, қайдағын айтпай ұйықташы дейтін. Мен сол бұрынғыша азанға 5-ге дейін дауыстармен арпалысамын. Жастығымның астына нан, пышақ, шырпы қойып жатсам да, шырпымен аластап жатсам да, еш әсер болмады. Басқа бөлмеде жататын Фариза құрбыма барып жалынам. Бүгін түнде екеуміз ұйықтамай қояйықшы. Азанға дейін қасымда отыршы деймін. Ол иә деп, екеуміз таңғы 4-ке дейін әңгімелесіп, шімішкі шағып отырдық. Сосын құшақтасып, бірге Фаризаның бөлмесінде ұйықтап қалдық. Сол түні ғана тыныш ұйықтадым. Қашанғы олай әр жерде, әркімнің қасына кроватымды сүйреп жүрем. Өз орныма келіп, түнгі ұйқыға кешкі 7-тен бастап дайындалып, көрпемді жамылып жатсам да, үнемі бәрінің соңынан ұйықтаймын. Немесе ұйықтап кетсем, өзім оянып кетемін. Жатақханада жататын Рахат пен Айна деген ғашықтар бар еді. Екеуі түнгі 1-ге дейін қол ұстасып, әңгімелесіп, коридорда жүретін. Соларды түнімен жүре берсе екен, ұйықтамаса екен деп тілейтін болдым. Коридорда түнде кім жүрсе, соның бетін сүйіп алғым келетін. Солай көзім ілініп кетіпті. Тағы үйреншікті түрде 3-те ояндым. Даладан машинаның келіп тоқтаған даусы естілді. Жатақхананың құлыптаулы қақпасы ашылып, көлік ішке кірді.
Біздің терезе кірер есіктің дәл үстіндеді. Дәл терезе түбіне көлік тоқтап, ішінен екі әйел, екі еркек күбірлесіп шықты. Көліктің даңғырлаған музыкасын қосып қойған. Олар жатақхананың есігін ашып ішке кірді. Баспалдақтарды басып көтеріліп келеді. Мен жастығымның астында пышақталып, өзіме салып өлтіргім келді. Олар маған келе жатыр деп ойладым. Бірақ олар 3-ші қабатқа көтеріліп, дәл мен жатқан бөлменің үстіндегі кабинетке кіріп, музыкалық аспаптарды даңғырлата бастады. Барабан, пианиноның үндерін естіттім. Музыка қосып, секіріп, билей бастады. Секіргенінде бөлменің төбесі дүңкілдеп естілді. Мен шарасыздықтан артық қимылдай да алмай жылай бердім. 5 болса екен деп тілей бердім. Бір кезде олар да шығып, сатыдан тарсылдатып түсіп далаға шығып, машинаға мінді де кетті. Қақпа да шиық етіп жабылды. 1 минуттан соң мешіттен шақырған азан даусы естілді. Мен азан даусын қатты жақсы көріп кеттім. Мені мына сұмдықтан құтқарушы сол еді. Ертеңіне ағам Жарас жағдайымды білуге келген. Еңіреп жылап, бәрін айтып, мені алып кетші қасыңа, мұнда қалмаймын дедім. Ол болса, қалай алып кетем? Тек ұлдар ғой менімен бірге жататын. Ұят қой. Жүр, одан да ауылға барып қайтайық. Ауылды сағынған шығарсың деп, автобусқа мініп, ауылға келдім. Ауылға жеткесін үйде кішкентай сіңілеріме басымнан өткен жайды баяндап беріп ем, олар мені аяп жылады. Анама шет жағасын ағам айтқан, өзім де алдында айтқанмын, келгесін ештеңе демедім. 1 айдан бері бірінші рет үйде рахаттанып ұйықтадым. Ертеңіне оянсам, бас жағымда анам отыр. Ақмаржан, балам, сен ұйықтай алмайым дегенге уайымдап, түнімен қарауылда отырдым. Ештеңесі жоқ, оянбай ұйықтадың ғой? Жатақхананы ұнатпай, өзің жатқың келмей, айтып жүрген әңгімең шығар. Басқа мүмкіндік жоқ, үйдің жағдайын білесің. Бүгін қайта қой, жейтін азық-түліктеріңді беріп жіберейін деді. Мені әлі де өтірік айтып отыр деп ойлағанына қатты ренжіген мен, онда мүлде оқуға бармайым, үйден шықпайым, аттап та баспайым деп жастығымды құшақтап жыладым. Анам аңырап қарап, мынауың дұрыс емес деп мені ертіп алып, әкемнің москвичімен ауыл шетіндегі емші Ырысжан апаның үйіне әкелді. Емшіні енді келеді деп бөлмесіне отырғызды келіні. 15 минуттан соң емші бөлмеге келді де, «Оу, Макира», деді анама қарап, «сенің келе жатқаның сезіп, бара жатқан жағымнан кері бұрылып келдім ғой. Не болды?» Анам, «Қызым» дей беріп еді. Ырысжан жерге отыра сала, «Қызыңның түнгі ұйқысы дұрыс емес қой. Я түс көріп жүр, я елеспен алысып жүр» деп еді. Анам егіліп жылап жіберді. «Сенбей жүрсем» деп жылай берді. Ырысжан менің білегімді ұстап, «Елес мазалағанына 1 ай болыпты. Енді 1 күн кешіккенде жынданып кетеді екен» деді. Елесті көрмейді, құлақпен естиді екен, әбден асқыныпты. Қызың дуаланған, жатқан жері лас екен, бұрын перзентхана болған жер, қан араласқан. Сол жерде жан тапсырған нәресте мен әйелдердің рухы тынышталмаған. Қасиеті барларға, дуаланғандарға ғана көрінеді. Қасында жататын қара, ұзын, ірі, шашы қысқа қыз Ақмаржанның жақсы оқитынын, стипендияға іліккенін көре алмай, суретінің үстіне күл шашып дуалаған. «Ол жерде жатпасын» деп еді. «Басқа жатар жері жоқ, не қылам?» деген анама, «Құрғанда басқа бөлмеге жатсын, дуалаған адаммен бір бөлмеде жатпасын, күнде бөлмені адыраспанмен аластап жатсын» деді. 7 метр қызыл лента, жаңа іш киім, сабын, шампунь әкеп бер, дем салып берем. Сосын қызыл қораз ал. Құстың жолы жеңіл, дуа тез қонады. Алыс жерге барып, қоразды, дұғаңды оқып қызыңның басынан айналдыр. Құс шыңғырған кезде босатып жібер, бас ауған жаққа кетеді. Құсқа қарамай, дереу қайтыңдар деді. 7 күн бойы 1 метр лентадан қайып, басын айналдырып дұғаңды оқып, лентаны өртеп күлін
тал түбіне көміп отыр деді. Сосын дем салған заттарды таусылғанша қолдан деп ескертті маған. Бірден базарға барып, айтқан заттарын апарып дем салдырып алдық. Кешке дейін әкем бір қораз тапты. Соны алып ауылдың шет жағындағы дамбы жаққа бардық. Анам мені отырғызып, қоразды өзі білетін сүрелерін оқып, басымнан айналдыра бастады. Мынаған не болған? Шыңғырмады ғой деп қайталап тағы оқи бастағанда, қораздың жан даусы шығып барқырады. Анам босатып жіберді де, маған артқа қарамай тез көлікке отыр деді. Дуа қатты болған сияқты, ирелеңдеп, басы ауған жаққа басып бара жатыр деді көліктегі әкем. Сонымен 7 күн ауылда қазақы ем алып, қалаға қайтатын уақыт келді. Емханадан ауырды деген справка алып, оқуыма тапсырдым. Жатақхананың сыртының өзі қандай қорқынышты еді. Ішіне кіруге қорқып, амалсыз кірдім. Комендантқа барып, басқа бөлмеге ауыстыруын сұрадым. Ол жақсапай еді. Бірден құрбым Фаризаның бөлмесіне 5-ші етіп ауыстырды. Өз бөлмемдегі қыздарға жақсы деп, онша ештеңе айтпай, жаңа бөлмеге келіп жайғастым. Бөлмені, коридорды адыраспанмен аластадым. Бәрі күлетін. Немене мұна? Ис. Базардағы өзбек болып кеттің бе? Деп мазақтағандар да болды. Маған бәрі бір еді. Тек түнім тыныш болса екен дедім. Кроватымды Фаризаның қасына қойып, құшақтасып бірге ұйықтадық. Ұйықтар алдында жаттап алған сүремді айтып, қорқа соқтап, тағы қайталанбаса екен деп тілеп жаттым. Жоқ, шүкір. Сол түннен әрі қарай тыныш болды. Қатты қуанамын. Қазірдің өзінде есіме түссе, бойымды қорқыныш билеп, дірілдеп кетемін. Сол 1-ші курсты лаждап, жатақханада аяқтағасын, басқа ауылда тұратын әпкем, ағам екеумізді екі жақта тентіреп жүрмесін, қастарыңда боламын деп қалаға келді. Пәтер жалдап, қасына бізді алды. Күнде тамағымыз дайын, үйіміз жылы, қарын тоқ. Бұдан артық не керек? 2-ші курста оқып жүргенде сол жатақханадан әлі де елестер көріп жүрген студенттер бар екенін естіп жүрдім. Айтып едім ғой, түнде коридорда сырласып жүретін қос ғашық Рахат пен Айна жайлы. Сол Рахат жетім бала болатын. Бөлмесіне Айна келіп, Айнаны кроватына отырғызып қойыпты да, өзі шифонерді ашып ішін жинапты. Айна құлағына құлаққап тағып, ән тыңдап отыра берген. Ашулы есік артындағы Рахатқа мән бермеген, ал Рахат кішкентай ғана шифонердің кеудесінен ғана келетін киімілетін теміріне белдік тағып асылып қайтыс болыпты. Айна Рахат деп үндемегесін қасына барып көріп, жан шырайқайлап талып қалған. Сөйтсе, Рахат хат жазып кетіпті. Айна, жаным кешір. Мені күнде әке-шешем шақырып жүр. Соларға кеттім депті. Бұдан кейін жаны тыныш емес әруақтардың қатарына тағы біреуі қосылды ғой деп уайымдадым. Қазіргі таңда сол жатақханада әлі де студенттер оқиды, жатады. Оқу орын басшылығы Құран оқытып, құрбандық шалса екен деген тілегім бар. Кейіпкер аттары өзгертілді.